Болған оқиға желісімен. Той өткеннен кейін некеміз қиылды. Неке қиылғаннан кейін неке түні өтті. Әрине, адал болып келдім. Адалдығымды таңертең тексеріп, екінші анамыз туған анама хабарласып, сүйінші сұрады. Оңтүстік дейміз ау. Оңтүстіктің де әр жерінің салттары басқа екен. Араға айлар салып, аяғымда ауырлады. Оқуымды да бітірдім. Ал ендігі мәселе үлкен той жасау болатын. Жалғыз бала болғаннан кейін үлкен той жасау керек. Ал үлкен той жасау үшін көп қаражат керек. Ал ол қаражат үшін мүмкіншілігіміз болмады. Сол себепті үлкен әпкеміз кредит алып берді. Әрине, құдалықты өткіздік, тойды да өткіздік. Ал бірақ мына қымбатшылық кезеңде тойды өткізгенімізбен ол тойға жиналған қаражат кредитті жаба алмады. Мінекей, ендігі мәселе кредит болды. Әрине, бақытты өмір сүремін деген әрбір жан мына өмірде кредитсіз бақытты бола алмайды. Оны айтқан себебім, әр айда кредиттің уақыты келеді. Кредитті уақыты келгенде ақша жоқ болып қалады. Ал сол кезде тағы ұрыс басталады. Мына тойды жасамау керек еді деп тағы айтылып қалады. Ал ол кезде көңілге келеді, ұрыс болады. Ұрыс болған жерде 40 күн береке кетеді. Солай жүріп жігітім өзіне ыңғайлы жұмыс тапты. Жұмысының арқасында қарыздардан құтылдық, кредитін жаптық. Ендігі өміріміз балапандарымызға арнаймыз деп кредит алмауға шешім қабылдадық. Қазіргі таңда 3 балапанымыз бар. Енді сол балапандардың денін саулығын тілеп, білімдеріне ден қойып, керемет азаматша етіп өсіргіміз келеді. Қазіргі таңда жігітімнің де тұрақты жұмысы бар. Өзімнің де жұмысым бар. Ата-апамыз да көмектесіп тұрады. Әрбір қазақ кредит алмай байысын, жұмыс істесін. Екі қолға бір күрек табылады. Әрбіріміз мына өмірде өз орнымызды тауып, бақытты өмір сүруімізге ешқандай да ешбір себеп кедергі болмасын. Бәріміз де бақытты болайық. Осылай барлық оқиғаларын аяқтап, көңілді де көңілсіз сәттерін айтып, кейіпкерім сөзін аяқтады. Бәріміз де бақытты болайық. Барлығымыз байлыққа, бақытқа лайықты жандарымыз.